Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін менің каналымда әдеттегідей жаңа рецептпен бөлісетін боламын. Бүгін сіздермен жапондық бисквитті рулетті жасау рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Қажетті құрамдарды әдеттегідей описаниеде көрсетіп өтетін боламын. Ең алдымен жұмыртқаларымызды кезек-кезек жарып алып, оның үстіне шекерімізді салып, алдымен венчикпен бірыңғай араластырып аламыз да, одан кейін водяной баняде, яғни қызып тұрған газдың үстіне сулы ыдысты қайнатып аламыз да, одан кейін астын жай қойып, массамыз жылы болғанға дейін жақсылап осылай араластырып аламыз. Массамыз жылы болғаннан кейін көлемі үлкендеу ыдысқа құйып алып, массамызды әрі қарай миксермен жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Барлық көлемі ұлғайғанға дейін жақсылап қатты миксермен миксерлеп алу керек. Бұл рулет менде бір жасағаннан шыққан жоқ, сондықтан да инструкцияны міндетті түрде дәлмен көрсеткендей қылып мұқият қарап жасасаңыздар, сіздерде де керемет болып шығатын болады. Енді менде миксермен осылай 5 минуттай миксерлегеннен кейін менде осындай масса шықты. Оның үстінен сүтімді құйып алдым. Сүтті жылы болғанға дейін жылытып аласыздар, яғни қайнатпау керек, жылы болу керек. Міне осы массамды жақсылап араластырып алдым да, оның үстіне құрғақ заттарды бір-біріне араластырып, яғни кукурузды, крахмал мен ұнды бір-бірімен жақсылап араластырып, осы массаның үстінен салатын боламын. Міндетті түрде жақсылап араластыру керек. Енді осы жерде міндетті түрде мұқият болыңыздар. Оның барлығын салып жібермей, екі бөлікке бөліп, астынан жаймен көтеріп, яғни бисквитті массаны түсіріп алмау керек. Сондықтан да жаймен астынан көтеріп аламыз, жақсылап араластырып аламыз. Және сондай-ақ бұл жерде массаның арасында ұнды болып қалмас үшін міндетті түрде біркелкі етіп араластыру керек, яғни жақсылап араластыру керек. Және уақытты да көп созбай тездетіп араластырып, тез пісіріп алуға тырысу керек. Болмаса массамыз түсіп кетеді де бізде рулетіміз көтерілмей қалатын болады. Яғни бұл бисквитқа ұқсайтын болады. Сондықтан да бисквитті кәдімгі қамырды қалай жасаймыз, соған ұқсайтын масса болу керек. Мен міндетті түрде бисквитті рулетті рецептін осы жерде бисквитті торттың рецептін көрсетіп кетемін, описаниеде қалдырып өтемін. Енді дайын массамызды осылай пергамент қағазына салынған ыдысымызға осылай құйып алатын боламыз да, 180 градуста 10-12 минутта пісіріп алатын боламыз. Енді кремін дайындау үшін бізге сахарный пудра, яғни содан 2 ас қасықтай саламыз да, оның үстіне 200 мл қатты сап-салқын сливкиді құямыз. Мен сливкиді тіпті тоңазытқышқа бір 5 минутқа салып алдым. Енді осындай креміміз тез дайын болу үшін мен даже осы венчиктерді де морозильникке бір 2 минутқа салып алдым. Міне дайын кремім осындай болып шықты. Осындай крем болу керек. Оны аздап тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді бұл мезетте менде осы корждарымда пісіп дайын болып шықты. Оны осылай теріс қаратып алып, суытып, жақсылап салқындатып аламыз. Міндетті түрде, өйткені жылы болса бізде креміміз еріп кететін болады. Жақсылап салқындатып аламыз да, осылай үстінен кремімізді біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Осылай азғантайын қалдырып қойдым, яғни оны бетіне жағуға, қалғанының барлығын біркелкі етіп, осындай рулетіміздің арасына жағып шығамыз. Қажетіңізше ішіне банан салсаңыздар болады, орехтар салсаңыз да болады, өзіңізге қалаған ұнатқан начинкаңызды, фрукты салсаңыз да болады, киви салсаңыз да болады. Өзіңізге ұнағандай етіп салып, жақсылап осылай араластырып, әрлеп алсаңыздар керемет рулет шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепті ондай қиын емес, өте тез, оңай жасалады. Міне осылай менде рулет болды. Енді оны осындай ыдысқа 2 бөлікке бөліп алдым. Теңдей үстінен қалған кремімді жағып, оның үстінен какао ұнтағын себетін боламын. Бұндай рулет өте тез дайын болады. Тек қана жасалу жолында мұқият, ұқыптылықпен жасасаңыздар, сіздерде де шығады деген ойдамын. Өте керемет, өте дәмі тіл үйіретін осындай рулет шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Видеом ұнаса лайк басып, пікір жазып қалдырыңыздар.